Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Бағалау критерийі шығарманың композициялық құрылымын жан-жақты талдайды. Біз өткен сабақта Ұлы Абайдың реалистік дәстүрін жалғастырушы талантты шәкірттерінің бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы өткен болатынбыз. Үйге берілген тапсырма бойынша миға шабуыл әдісі арқылы ақын туралы білетінімізді ортаға салайық. Шәкәрім кім? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Шәкәрім аудармашы. Пушкиннен Дубровский, Боран, Толстойдан Асахордан Патша, Үш сауал, Физулиден Ләйлі Мәжнүн шығармаларын аударған болатын. Шәкәрім лирик, яғни оның өзін бірнеше тақырыптарға бөлуге болады. Адамгершілік тақырыбы, ғылым, білім, әлеуметтік тақырып, еңбек, махаббат тақырыптары. Шәкәрім ойшыл, үш анық мұсылмандық шарты еңбектерінің авторы. Шәкәрім жазушы, Әділ Мария романының авторы. Шәкәрім сазгер, шын сырым, жастық, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек әндерін жазған. Шәкәрім эпик, еңлік кебек, қалқаман мамыр, нартайлақ пен айсұлу поэмаларының авторы. Шәкәрім тарихшы, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, қазақ шежіресі еңбектерін жазған. Енді балалар, еңлік кебек дастанымен танысатын боламыз. Еңлік кебек дастаны Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығындағы жаңа белес. Шығарманың басты кейіпкерлері еңлік пен кебек армандарына жете алмаған қос ғашық. Олар туралы аңыз әңгімелер 18 ғасырдан бастап ел арасында айтылады. Ең алғашқы жазба дерек 1892 жылы Дала уәлаяты газетінде қазақтардың естерінен кетпей жүрген бір сөз деген тақырыппен жарияланған болатын. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы Шәкәрім Құдайбердіұлына осы ел ішінде тарихи оқиға ретінде баяндалатын жағдайды жаңаша жазуды тапсырады. Жазылу мезгілі 20 ғасырдың бас кезі. Ол 1912 жылы Семейдің Жәрдем баспасынан жолсыз жаза яки кез болған іс деген атпен жарық көрді. Поэманың кіріспесінде автор халықтың басынан өткен ақтабан шұбырынды кезінде халықтардың ауа көшкендігін баяндайды. Шәкәрім Құдайбердіұлының осыны жазуынан оның тарихты жақсы білетіндігін байқаймыз. Еңлік кебек поэмасында кебектің бейнесі батыр сипатында сомдалған. Ол кебек мықты болған жас басынан, тоқанды тастамайды өз қасынан, жасы бала болса да жан отты деп, 15 жаста кебектің аты шыққан, атты жаяу бәріне бірдей мықты деп таныстырған. Елдің қамы үшін жанын беруге дайын кебек өзінің болашағын атақты Нысан абызға болжатады. Сонда Нысан абыз жігітке: ажалың биік қабақ сұрлау қыздан, батырым, ондай жанға көңіл берме деп ескертеді. Кебек пен еңлік бір-бірімен танысып, ғашық болады. Кейбір адамдардың тым қаталдығынан үңгіртті паналауына тура келеді. Бірақ өлтіретіндіктерін білген соң еңлік үш тілегін айтады. Ол: кебекпен мені азғана арыздастыр, өлген соң бірге қосып таспен бастыр, мына бала тобықты баласы ғой, мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр деген тілектерін айтады. Еңліктің үш тілегін береді, дегенмен нәрестенің тағдыры басқаша болады. Сондықтан Шәкәрім Құдайбердіұлы: надан жұрттың болады діні қатты, қабекеңе тапсырмай аманатты, шеткі шұқы басында қалған бала, шырқырап күн батқанша жылап жатты. Жуан таяқ баланы түнде білді, түн ішінде жиылып атқа мінді, таң ата келіп іздеп таба алмады, қисыны біреу ұрлап кеткен сынды деп, бұл оқиғаға өз бағасын берген
қос ғашықтың тағдырын айтумен бірге ақын надандықты, қаталдықты сынаған болатын. Бейнебаянға назар аударайық. Махаббат. Адам көңіліндегі ең нәзік, алпауыт сезім. Махаббат жолында мен өлмейм дегендер құрбан болып, сүймейм дегендер сүйіп кеткен. Қазақ даласында махаббат құрбандары болған ғашықтар аз болған жоқ. Соның бірі елден қашып, өз қандастарынан қаза болған еңлік пен кебеген. Құрметті білім алушылар, келесі кезекте тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Поэманы композициялық сюжеттік құрылысына қарай талдау. Оқиға желісі, оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтауы, оқиғаның шешімі, оқиға өрісі. Бағалау критерийі композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Дескриптор шығармаға композициялық талдау жасайды. Жарайсыңдар оқушылар, бірінші тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Енді дұрыс жауабына назар аударайық. Оқиға желісі, оқиғаның басталуы, оқиға өрісі, кебектің нысан абызға бала шыққызуы. Оқиғаның байланысуы, кебектің аңға шығуы, еңлікпен кездесуі. Оқиғаның дамуы, кебек пен еңліктің бір-біріне сөз беруі, қара жартаста кездесуі. Оқиғаның шиеленісуі, кебектің еңлікті алып қашуы, сәбилерінің дүниеге келуі. Оқиғаның шарықтауы, екі жасты өлтіруге шешім қабылдауы, Кеңгірбайдың қатал үкімі. Оқиғаның шешімі, еңлік пен кебекті ат құйрығына байлап өлтіруі, шырылдаған сәбидің тауда қалуы. Екінші тапсырма. Оқулықпен жұмыс. Дастанда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан? Тапсырма жауабын бірге тексеріп көрейік. Дастанда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан? Жеті атаға дейін қыз алыспау. Халқымыздың жеті атаға дейін қыз алыспайтын игі дәстүрі бар. Бұл қан тазалығымен қоса, ертең дүниеге келетін ұрпақтың физиология мен психологиялық жағынан дені сау ұрпақ болуының бірден бір кепілі. Бастаңғы, әке шешесі үйде жоқта қыз бозбала мал сойып құрбыларын жинайды. Ұрын келу, күйеу жігіт қыздың жеңгелеріне сый сияпат беріп, айттырған қыздың ауылына жасырын келуі. Барымта, жауласқан екі рудың бірінің бірі мал мүлкін іштен тартып алып, кек қайтаруы. Атастыру, бесік құда ұл мен қызды бесіктен шықпай, бір-бірімен атастырып қою. Үшінші тапсырма. Т кестес әдісі бойынша кейіпкерлерге мінездеме беру. Әр кейіпкердің жағымды қасиеттері мен оларға қарама-қарсы жағымсыз қасиеттерін тауып жазу. Бағалау критерийі: кейіпкерлерге мінездеме беру, кестені толтыру. Дескриптор: кейіпкерлердің жағымды қасиеттері мен оларға қарама-қарсы жағымсыз қасиеттерін жазады. Бәрекелді балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Тапсырманы бірге тексеріп көрейік. Еңлік, өжет, тәкаппар, ары таза, жаны нәзік, жаман мен жақсыны тани білетін талғампаз, қайсар қыз. Қазақтың салтында жоқ, әрекет жасайды, жігітке өзі сөз салады. Кебек, жаны отты, жауға батыл, жақынға мейірімді, алған бетінен қайтпайтын қайсар, уәдеге берік жігіт. Еңліктің қандай екенін білмей көрсе қызар, әдепсіз қыз деп ойлайды. Кеңгірбай, тобықты руының ақылды, әділ биі. Еңлікті алып қашқан кебек екенін біле тұрып, уақыт оздырып, 3 ай бойы бір шешім айтпай, Тоқтамыс батырдың жорықтан келуін күтеді.
еңлік пен кебектің тығылған жерін көрсетіп қойғанын қолдамаймын. Балалар, жарайсыңдар. Берілген тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтыңдар. Енді үй тапсырмасына назар аударайық. Үйге тапсырма: поэманы мәнерлеп, түсініп, оқып шығыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.